Дәрігердің есігін қақпай, диагнозды жасанды интеллекттен іздейтін қазақстандықтар көбейді. Бүгін цифрлық емшінің медицинаға қалай дендеп еніп жатқанын саралаймыз. Алдымен статистиканы сөйлетсек, қазақстандықтардың 50%-ы ChatGPT, Gemini және өзге де жасанды интеллект сервистерін пайдаланады. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының дерегіне сәйкес, жиыды ең белсенді қолданатындар жастар. 30-45 жас аралығында жасанды интеллектіні қолдану көрсеткіші 57%-ды құрайды. Жас ұлғайған сайын қызығушылық төмендейді. 46-60 жастағылар арасында бұл үлес 37,5% болса, 61 жастан асқандарда небәрі 16,6%. Бұл деректер жасанды интеллектінің қоғам өміріне қарқынды еніп жатқанын көрсетеді. Жастар оны көбіне оқу, өзін-өзі дамыту және мәтінмен жұмыс істеу үшін қолданады. Орта буын үшін басты сұраныс ақпарат алу мен күнделікті міндеттерді жеңілдету. Ал егде жастағы азаматтар жиыды іздеу жүйесінің баламасы ретінде пайдаланады. Уақыт өте келе жасанды интеллект тек күнделікті цифрлық әдетке емес, медицина саласына дендеп ене бастады. Жалпы тәжірибелі дәрігер, Еуразиялық терапевтер ассоциациясы мүшесі Лаура Әзімханның айтуынша, жиыға сүйенетін пациенттер көбейген. Кейбірі жеңіл белгілер кезінде дәрігерге мүлде жүгінбей өз бетінше ем қабылдайды. Алайда мұндай әрекет аурудың асқынуына әкелуі мүмкін. Мамандар ғаламтордағы ақпаратты тек бағыт-бағдар ретінде қабылдау керектігін ескертеді. Ал нақты диагноз қойып, дұрыс ем тағайындау дәрігердің міндеті. Бұл үрдістің салдары өмірлік мысалдардан көрініп отыр. Мәселен, әлеуметтік желіде кең тараған оқиғалардың бірінде Бағым есімді Рим қаласында оқитын бойжеткен шашының қатты түсе бастағанын айтып, мәселенің шешімін ChatGPT мен TikTok арқылы іздеген. Дәрігер кеңесінсіз ұсынылған препараттарды қолданғаннан кейін ол керісінше 70% шашынан айырылған. Қазір ол тәжірибесін бөлісіп, желі қолданушыларын өз бетінше емделмеуге шақырып жүр. Жасанды интеллектіні бүгінде пациенттер ғана емес, медицина мамандары кең қолдана бастады. Бұл тенденция әлемдік деңгейде айқын байқалады. Қазір дүние жүзінде 40 миллионнан астам адам күн сайын денсаулыққа қатысты кеңес алу үшін GPT құралдарын пайдаланады. Чат-боттарға жіберілетін барлық сұраныстың 5%-дан астамы медицина тақырыбына қатысты. OpenAI дерегінше, ChatGPT жүйесіне медициналық сипаттағы сауалдар апта сайын миллиардтаған көлемде түседі. ақш-та бұл технология пациенттер үшін де, дәрігерлер үшін де күнделікті құралға айналған. Медициналық қауымдастық зерттеулеріне сәйкес, дәрігерлердің 66% жасанды интеллектіні қолданған. Мамандар оны көбіне диагноз қою үшін емес, құжат рәсімдеу, ем жоспарын әзірлеу және ғылыми ақпаратты талдау үшін пайдаланады. Уолтерс Клувер зерттеуде осы үрдісті растайды. ақш-та медицина қызметкерлерінің 40%-дан астамы ChatGPT секілді құралдарды аптасына кемінде бір рет қолданады. Бұл қатарда медбикелер мен фармацевтердің үлесі жоғары. Сонымен қатар OpenAI мәліметінше, жасанды интеллект әсіресе медициналық қызмет тапшы ауылдық аймақтарда маңызды рөл атқарып отыр. Қазақстанда жасанды интеллектіні медицинаға енгізу бағытында алғашқы қадамдарын жасап жатыр. Алайда сарапшылар бұл салада инфрақұрылым мен мамандар дайындығы әлі толық қалыптаспағанын айтады. Кибер қауіпсіздік сарапшылары халыққа түсіндіру жұмыстары, сенімді сервистер мен құқықтық база және деректерді қорғау жүйесі қатар дамуы қажет екенін алға тартады. Егер осы бағыт жүйелі жолға қойылса, алдағы 2-3 жылда қауіпсіз әрі тиімді жиі көмекшілері пайда болуы мүмкін. Сонымен бірге, елде нақты нәтижелер де бар. Соның бірі Cerebra AI жүйесі. Ол бірнеше клиникада инсульт диагностикасын жеделдетіп, өлім жітімді азайтуға ықпал етіп отыр. Бұрын КТ суреттерін талдау шамамен 30 минут алса, қазір жүйе оны 5-10 минут ішінде өңдейді. Бұл кей жағдайда адам өмірін сақтап қалуға мүмкіндік береді. Бұдан бөлек, қатерлі ісік пен пневмонияны ерте анықтау, телемедицина және зертханалық диагностика бағыттарында да жобалар дамып келеді. Биыл денсаулық сақтау министрлігі жасанды интеллект арқылы медициналық қызмет сапасын арттыруға арналған кешенді жоспарды іске қосуды көздеп отыр. Дегенмен салада түйткілдер әлі де бар. Мәжіліс депутаты Дәулет Мұқаев атап өткендей, елімізде жүйелер арасындағы интеграция әлсіз. Соған қарамастан, Қазақстан жасанды интеллектке қатысты заң қабылдап, бұл бағытты құқықтық тұрғыда реттеуге кірісті. Ендігі негізгі міндет медициналық салаға арналған нақты басымдықтарды айқындау, оның ішінде пациент қауіпсіздігі,
клиникалық тексеру және деректерді қорғау, қате диагноз үшін жауапкершілік және дәрігерлердің жиымен жұмыс істеу дағдылары бар. Бұл мәселелерді шешу уақыт күттірмейді. Жалпы жасанды интеллект медицинамен күнделікті өмірге қарқынды еніп келеді. Алайда оның мүмкіндігі мен шектеуін тең ұстап, технологияны жауапкершілікпен пайдалану басты талап болып қала береді. Сарапшылардың айтуынша, жүйе қанша дамыса да, түпкі шешім мен жауапкершілік әрдайым адамның қолында болуы тиіс.